Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Газонимус арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге өздеріңіздің қалаған түстеріңізге түсуге бола ма, оны қалай істейді, оған не істеу керек, соның барлығын көрсетіп сіздерге түсіндіретін боламын. Қазір көбісінің ойында сұрақ туындады, өзіңнің қалаған түсіңе түсу ол өтірік нәрсе деген. Бірақ ол өтірік нәрсе емес, оны адамдар жасап көрген, және оны жасаудың да жолдары бар. Тіпті ғылымдар да оны зерттеп дәлелдеп көрген. Егер ол мүмкін емес болғанда, ғылымдар оған дәлелді бермейтін еді. Мен сіздерге кез келген адам өзінің қалаған түсіне қалай түсу керектігін және оның жолдарын қазір сіздерге видеода жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Ал мен 1000 подписчикке аз қалдым достар. Сондықтан да арнаға тіркеліп лайк басып, ол сіз үшін жай ғана 5 секунд, ал мен үшін өте үлкен мотивация. Видео басталмастан бұрын достар, менен көбісі сұрайды, сен YouTube арнаңда қалай бұндай активті жинадың? YouTube'дан ақша табасың ба? YouTube'дан қалай танымал боласың деп. Мен ол сұрақтарға қазір жауап берейін достар. Оның барлығын жасау өте оңай. YouTube'дан танымал болуға да болады. YouTube'дан ақша табуға да болады. Бағдәулет Атанша деген жігіт YouTube'да эксперт. Ол YouTube'дан подписчик жинаудың, просмотр жинаудың, YouTube'да монетизацияны қалай тез қосып, тез ақша табудың жолдарының барлығын өте жақсы біледі. Менің арнамның ашылғанына 1 ай болса да, мен уже монетизацияны қосып YouTube'дан ақша таппақшымын. Я, әрине, Құдай қаласа, сіздерде дәл солай 1 айдың ішінде істегілеріңіз келсе, онда Бағдәулет Атаншаның курсына қатысыңыздар. Егер YouTube жайлы сұрақтарыңыз болса да, осыдан сұрауларыңызға болады. Міне, ФК парақшасы мен Instagram парақшасы кез келген уақытта жазып сөйлесе беріңіздер. Ал енді көп сөзбай видеомызды бастайық. Кез келген адам түс көреді. Сіздер де түс көрген шығарсыздар. Мен 100%-ға сенемін. Сіздер түс көрген кезде ол түстің арасында сіздер түс екенін біліп ұйықтап жатқан, және де түс екенін білмеген, шын өмір сияқты болып жатқан түстерде болған. Біздің бірінші пунктымыз, сіз түсті және өңді ажыратып үйренуіңіз керек. Түстер әртүрлі болады. Тіпті бір-екі түстің бір-бірімен араласып, немесе түсіңіздегі жағдайлардың қарбаласып кететін тым түсініксіз түстерде болады. Және бір оқиғалы, ол түсті көріп жатқан кезде адам сеніп қалатындай бір ғана жағдай болатын түсте болады. Сіз ұйықтап жатқан кезде оның барлығын жай ғана түс екенін біліп сезуіңіз керек. Сонда сіз түс көріп жатып өзіңіздің түсіңізді өзгертуге мүмкіндік болады. Түстің түс екенін білу қиын емес. Егер түсіңізде жағдайлар мен оқиғалар қарбалас болса, және де жаныңыздағы адамдардың түрлері, жаныңыздағы адамдар секунд сайын ауысып тұрса, онда сіз ұйықтап жатып-ақ түс көріп жатқаныңызды сезіп қоясыз. Екінші пункт, түсіңізді есіңізде сақтап жүріңіз. Яғни, түс көріп, таңертең оянғаннан кейін оны дәптерге, блокнотқа жазыңыз, немесе телефоныңызда диктофонмен өз түсіңізді айтып беріңіз. Себебі түстің 60-70% сіз таңертең оянған кезде бірнеше секундтардың ішінде ғана есіңізден шығып кетеді. Ал 10-20% 5 минут пен 10 минуттың ішінде есіңізден шығып кетеді. Сондықтан да ұйқыдан ояна салысымен өзіңіздің түсіңізді барынша жазатын жерге жазып, немесе диктофон арқылы телефоныңызға сақтап қойыңыз. Және оны әрдайым тыңдап жүріңіз, есіңізде сақтап жүріңіз. Сол арқылы сіз өзіңіздің түсіңізді контролировать ете аласыз, яғни түсті контролировать етуге үйренесіз. Үшінші пункт, өзіңіздің көргіңіз келетін түсті әрдайым ойлап жүріңіз. Тіпті ұйықтар алдында да сол түсті ойлап жатыңыз. Сонда сол түсті түсіңізде көруге сізде мүмкіндік көп болады. Және түске тап болудың ең тиімді адамдардың жасап көрген әдісі ол сіз ұйықтап жатып оянған кезде, яғни біреу сізді оятса немесе бір дауыстан оянсаңыз, сіздің денеңіз 60% кәдімгі күйде 40% ұйқыда жатады. Әрине, сіз ұйқыңыз келіп тұрғаннан кейін ары қарай ұйықтауға тырысасыз. Ары қарай ұйықтауға тырысқан кезде сіз өзіңіздің көргіңіз келетін түсті ойлап бастаңыз. Сонда сіз өз түсіңізде, өзіңіз денеңізден шығып кеткен сияқты өз түсіңізге тап боласыз. Бұл мүмкін емес, бұл логичный емес деп жатқан адамдарға айтарым. Сіз ұйықтар алдында өзіңіздің түсіңізді ойлап жатсаңыз, ұйықтаған кезде миыңыз автоматты түрде сол ойыңызды түске айналдырып әкетеді. Сонда өзіңіз ойлап жатқан түске тап боласыз. Осымен видеомыз соңына да келіп қалды. Бұны міндетті түрде практиковать етіп көріңіздер. Мүмкін шынымен де өзіңіздің түсіңізге тап болатын шығарсыз.
арнаға тіркеліп лайк басыңыздар және келесіде қандай видео түсірейін комментарийге жазып кетіңіздер. Менде 900 тіркелуші болып тұр. 100 адам тіркелсе 1000 тіркелушіге жетемін. Сондықтан да ерінбей подписаться деген қызыл кнопканы басып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Әрқашанда менің видеомды көріп жүріңіздер. Аман жүріңіздер.